Тоқаевтың болашақтағы жоспары Қазақстанды бір бөлігін Ресейге беріп, солтүстіктегі облыстар бар, орыстар көп, басқа облыстар бар, керек десе Оралға дейін өзін өзі басқару дейтін жаңа конституцияның аясында Ресейге бағынатын, Қазақстанның орталық өкіметінен бөлінген, өздерін өздері сайлайтын, облыс әкімін өзі сайлайтын президент деп аталмаса да, анығында Қазақстаннан бөлектенген ел қылып, оны Путинге сыйға тартады. Сосын Алатау Сити, тағы басқа мынау мұнайлы жерлердің бір бөлігін Қытайға беріп, оны орталық өкімет, яғни Астана басқармайтын, оны Қытай өзі басқаратын, Қытайдың адамдары тіке келіп сонда қоныстанып тұратын қылып, Қытайды разы қылады. Қазақтың тіпті кенін, жерін, байлығын сатқанның сыртында аграрлық жерлерін Қытайға зор көлемде беріп, ол жерлерде Қытай қалашықтары, Қытай ауылдары қалыптасады. Тақай сөйтіп Қазақстан дейтін мемлекетті жоқ қылады. Бұл Назарбаев екеуінің жоспары. Сөйтіп Қытай мен Орысты да разы қылған, сол Қытай мен Орыстың менеджері болып, сол Орыс пен Қытайға қатар құл болған менеджер күйінде билігін сақтап қалғысы келеді. Ал басқа не сұрақтарыңыз бар?